Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай алма және сәбіз қосылған табиғи 100%-дан жасалған шырын жасайтын боламыз. Қазіргі таңда жұмыстың көп бөлігі компьютердің көмегімен атқаруға тура келеді, ал оның көзімізге, жалпы денсаулығымызға зиян тұстары айтпай-ақ білесіздер. Сондықтан дәрігерлер көзімізді қорғау үшін сәбіз шырынын ішуге кеңес береді. Ол адамның оптикалық жүйесін жақсартады екен. Оның құрамындағы пайдалы элементтер қан айналымында және қалыпқа келтіруге көмектеседі. Сонымен қатар жүрек қан тамыр ауруларына да бізде өте пайдалы екен. Сәбіздерімізді көріп тұрғандардай осылай жіңішкелеп турап дайындап аламыз. Одан кейін алмамызды жуып тазалаймыз да сыртқы қабықтарын алып тастаймыз. Одан кейін төртке бөлеміз де ортасындағы артық сүйектерін алып тастаймыз тазалап. Барлық алмамызды солай тазалайтын боламыз. Алманы күнделікті тағамға, салаттарға қосып пайдаланылады. Оны ежелден ем дәмдік тағам ретінде ас қорыту бұзылуын реттейтін амал ретінде қолданған. Дәрумендер жетіспегенде безгекке қарсы да жеген. Алманың құрамында темір қан айналымы жүйесін өте қажет. Ол бауыр, жүрек, бүйрек, асқазан, ішек жолдарының жұмыстарын жақсартады екен. Бактерия мен әртүрлі вирустардан сақтану үшін күніне бір алма жеп тұру керек екен. Міне турап алған алмаларымызды осылайынан жіңішкелеп турап шығамыз. Енді бөлек ыдысқа сәбіздерімізді үстіне жарты литр су құямыз. Алмамызға 1 литрдей су құямыз. Енді оны газге қоямыз да қайнағанын күтеміз. Міне бір осылай қайнап жұмсарып піскенше газда қайнататын боламыз. Сәбіздер мен алмаларымыз піскенше арасында осылай араластырып тұрамыз жұмсарғанша. Одан кейін жұмсарып пісіп болғаннан кейін осылай блендердің көмегімен бір келкі масса болғанша барлығын еземіз. Және сәбізімізді де бір келкі масса болғанша, пюре болғанша езіп дайындаймыз. Бөлек басқа үлкен ыдысымызға 4 литрдай суымды құйып алдым. Одан кейін үстіне езіп алған алмаларымызды құйдым. Одан кейін сәбіздерімізді алып құямыз. Барлығын саламыз асықпай. Енді барлығын салып болғаннан кейін бір келкі болғанша араластырып аламыз. Енді үстіне 1 шай қасықтай лимон қышқылын саламыз. Енді дәміне қарай қантымызды саламыз. Сіздер дәміне қарай біраз өлшеп салсаңыздар, одан кейін жетпесе бір қайнағаннан кейін қалған қантымызды салсаңыздар болады. Міне енді шырынымызды газге қойдық, барлығын араластырып жай отта қайнатамыз. Банкілерімізді жанында стерилеуге қойып қоямыз. Міне біздің шырынымыз бір қайнады, бетіндегі көбіктерін алып тастаймыз. Одан кейін 25 минутте қайнатып аламыз. Міне барлығы қайнап болды. Енді банкілерімізге құйып, закрывашканың көмегімен барлық банкілерімізді жауып шығатын боламыз. Жауып болғаннан кейін міндетті түрде банкілерімізді тексеріп аламыз. Дұрыс жапқандығын, одан кейін міндетті түрде жылы жерге орап қоямыз. Bir күнге әбден банкілеріміз 1 күн тұрғаннан кейін оны салқын жерге түсіруді ұмытпаймыз. Достар, мына пайдалы шырынды міндетті түрде өз отбасыларыңызға және бала-шағаларыңызға жасап беруіңізді сұраймын. Өте пайдалы әрі дәмді болып шығады. Ешқандай да қою да сұйық та емес, орташа қалыпта шыққан. Және достар, менің каналыма тіркелмесеңіздер тіркеліп, қоңшана бас қойыңыздар. Қазақша контенттегі менің рецепттерімді қолдай кетсеңіздер, астыға өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Көп рахмет.